19-шы тапсырмада мәтін түрлері туралы біліміңді есіңе түсіріп, сызбаны толықтыр. Қараңдар, бірінші мәтін түрлері. Мәтін үш түрі бар, әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Қараңдар, әңгімелеуге бір нәрсе жайында хабарлайды, не істеді, қайтеді, қайда болыпты сұрақтарына жауап береді. Ал сипаттау, адам, табиғат, жануарлар сипатталады, қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Ал пайымдау, оқиға құбылыстың себептері түсіндіріледі, дәлелденеді, неліктен, неге сұрақтарына жауап беріледі. 20-шы жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады дейді. Екінші, ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Енді бізге тапсырма. Мәтін түрін анықта, қайсысы әңгімелеу мәтіні, қайсысы сипаттау екенін дәлелде дейді. Қараңдар, ең бірінші ақбөкендер ең даланы мекендейді деген ол әңгімелеу түріне жатады мәтіннің. Өйткені біз айттық, әңгімелеуде не істейді, қайтеді, қайда болыпты деген сұрақтарға жауап береді дедік қой. Қараңдар, ақбөкендер не істейді? Мекендейді. Олар не істейді? Жайылады. Олар не істейді? Тұрады. Олар не істейді? Дыбыс шығарады. Яғни біріншісі бұл әңгімелеу мәтіні екен. Енді екіншісіне қарайық. Екіншісі ол сипаттау мәтіні, өйткені оны ақбөкенді сипаттап тұр. Сипаттау біз айтты, қандай, қай сұраққа жауап береді. Ақбөкен қандай? Ол қойға ұқсайды. Ақбөкеннің басы қандай? Оның басы үлкен. Тұмсығы қандай? Жалпақтау. Артқы аяқтары қандай? Қысқалау. Көздері қандай? Мөп-мөлдір деген. Яғни бұл сипаттау мәтіні болады. 21-ші мәтін тапсырмаға қарайық. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, оны қайта құрастырып жаз дейді. Бұны енді жазып аласыңдар. Қараңдар, көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын, екеуі дос еді. Морж сойдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян бақалшықтарын қазып жеп қоректенеді. Бір күні қалтай біреуін қазықып қағып, бұзауын арқандады. Сол-ақ екен әлгі таяқтың көкірегіне нам пісіп шыға келді. Өтпегендеше қазық болып пайдаға жарады ғой. Балтабай Әділовтің кітабынан алынған екен. Бұл жерде артық мәтін қайсы? Ол артық бөліге, ол морж сойдақ тісті полярлық мақұлық. Яғни бұл жерде таяқ туралы айтып келе жатты да, морж қосылып кетті. Яғни моржды алып тастаймыз да, таяқ туралы толық мәтін қып жазып аламыз. Қараңдар, мәтін құрастырып жазыңдар деді ғой. Мынандай мәтін құрастырамыз. Бір көптен бері екі таяқ деп жазып аламыз тақырып. Одан кейін көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын, екеуі дос еді. Бір күні қалтай біреуін қазықып қағып, бұзауын арқандады. Сол-ақ екен әлгі таяқтың көкірегіне нам пісіп шыға келді. Өйтпегендеше қазық болып пайдаға жарады ғой. Енді осы құрастырған мәтінімізге екі таяқ деп ат қойдық. 22-ші тапсырмаға қарайық жаттығуға. Мына сөздердің тестісін қойып өлең құра дейді. Қараңдар, тоны қандай, маған қатты, мұз үстінде суға сүңгіп деген сөздерді жылы еді, ұнады, жүреді, шығады деп тақпақ қылайық. Қалай? Мысалы, тоны қандай, жылы еді дейміз. Өйткені тоны дегенге жылы деген ғана сөз дұрыс келіп тұр. Мұз үстінде дегенге ол жүреді, жүретін, ол мұз үстінде. Маған қатты, ұнады, суға сүңгіп шығады дегенді қойсақ болады. Яғни бұл жердегі өлеңіміз былай болады. Тоны қандай жылы еді, маған қатты ұнады, мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады дейді. Енді 23-ші тапсырмаға қарайық. Сипаттау мәтінінің сызбасына қара. Сипаттау мәтіні заттың белгісін, түрі, түсін және ерекшелігін сипаттайды. Енді қойды сипаттап жазайық. Қараңдар, қой төрт түліктің бірі, аласа бойлы, мінезі жуас, жүні қалың. Басқа тіршілік иелерінен ерекшеліктері қой көзінің қарасы төрт-бұрыш болып келеді. Есте сақтау қабілеті өте жоғары дамыған. Жүні қалың болғандықтан әжелеріміз көрпе жасап, киім тоқиды. Енді қараңдар, біз қандай белгісін айттық?
ол төрт түліктің бірі дедік. Түрі түсін айттық. Мінезі жуас дедік, иә? Және ерекшеліктігін де айттық, иә? Ерекшелігі оның көзінің қарасы төрт бұрышты болып келеді екен. Тура осылай кез келген мәтінді сипаттау түрінде, әңгімелеу түрінде және пайымдау түрінде жазып шықсақ болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.